Айтпақшы ертең Мадинаның туған күні екен ғой. Необычный етіп құттықтайық. Бетіне торт жабыстыру уже банально. Я, жылыққан тортты жеу неудобно сосын. Мадинаның өзі не армандап жүреді? Тиктокта танымал болуды армандайды ғой ол. Миллион просмотр жайтын құттықтау сыйлайық. У меня есть одна идея. Когда Мадина зайдет в класс, мы ее, как обычно, сюрпризом поздравим. Ой, оның несі қызық? Онда жай видео үлкен қаралым жасамайды ғой. Давайте понаконем Айнас. Скажем ей, пусть оденет костюм животного, а мы все будем в обычной одежде. Тогда это видео точно много лайков наберет. Тым қатты емес пе? Айна жақын құрбысы ғой, қуана келседі. Мадинаға сыйлық қою алдында ал бізге TikTokқа контент керек қой. Ертегі кейіпкер Айнас. Келістік пе? Келістік! Тадам, Мадинаға арнап ертегіден келдім. Айнас, камераға сәлем жолдап жіберсең, бұл National Geographic каналынан. Девочка лисата долго шла или волка повстречала? Айнас, сен енді квадробер болған деп шештім бе? Сендер неге? Ертегі дедіңдер ғой. Тыныш. Не үшін осы уақытында? Ағай просто классқа түлкі өріп кетті. Иә, Айнасын бүгін көңіл күйі жоқ сияқты, сақ болың тістеп алуы мүмкін. Тыныш. Айнас, расымен де мынау не киім? Не болған саған? Ертең Мадинаның туған күні деді. Ертегі кейіпкері болып құттықтаймыз деп еді. Ал сендерде не киім жоқ? Балдар, мынау болмады. Достармен былай әзілдесуге болмайды. Ұят болған екен. Жүр, Айнас. Бүгін бізде шоу жаңалық. Адаммен бір мектепте оқитын түлкіден сұхбат аламыз. Түлкі мектебіміз қалай? Айнас, сен бүгін TikTokта жүзі боласың. Қазірдің өзінде 4 қарауым. Комментарийлар от. Біреуі один түлкі, весь класс күлкі деп жазыпты. Қазір үзіліс уақыты ғой. Сен қайда барасың? Орманға барып қоян жеп қайтасың ба? Сендер мені мазақ қылу үшін істедіңдер ме? Нет, мы просто пошутили. Сендер үшін әзіл шығар, ал мен үшін ұят болды. Қойындаршы енді ол қатты ренжіді. Костюм тігіп дайындалып келіпті. Көңілі қатты түсіп кетті ғой. Байқамадыңдар ма? Мен жай қалжың деп ойладым ғой. Айнасын солай ренжитінін білсем. Мне тоже как-то неудобно. Мүмкін шынымен шектен шығып кеттік. Видеоға күліп түсірдім. Енді қарап тұрсам ұят екен. TikTokта лайк жинау үшін адамның намысына тидік қой. Өзім де таңғалдым. Ол бізге сеніп келді ғой. Шын сеніп. Бұлай болады деп ойламадым. Бір күлкі үшін қыздың көңілін жараладық па сонда? Ойнандық деп ойладық қой. Қазір біреу мені дәл солай алдаса, өзімді қалай сезінетімді елестеттім. Өте жаман екен. Енді не істейміз? Айназ маған досым деп сенді. Ал мен... Ну и что будем делать? Недостаточно просто будет сказать прости. О, менде идея бар. Бәріміз жануар болып киініп,
Айназдың үйіне барып кешірім сұрағанымыз дұрыс шығар. Сонда орманға барып сұраймыз, а? Диар жетер. И так та осындай әзіл үшін құрбымызды ренжітіп алдық. Ертең үйіне емес мектепке киіп келейік. Ол мектепке киіп келді ғой. Ертең барлығымыз жануар кейпінде мектепке киініп келеміз. Айназды қарсы алып, сен бізге керек екенсің деп айтуымыз керек. Я, бір ертегіні бұздық. Енді сол ертегіні қайта жазайық. Кеттік дайындалуға. Айназға лайық кешірім болсын. Шын жүректен. Құрметті Айназ ханым, орман әлемі сізден кешірім сұрауға келді. Бұл не? Барлығын зоопарктен қашып кеткенсіңдер ме? Жоқ, бұл достардың қадірін білмейтін ақымақ андардың жиналысы ғой. Бір түлкі досымызды ренжітіп алып. Біз сені күлдірмек болдық, бірақ күлкінді өшіріп алдық. Давай будем одной командой. Мы тебя любим, если будем одеваться, то одинаково. Мен қазір сендердің іштеріндегі ең әдемі кейіпкер сияқтымын. Жарайды, сендерді кешірім, бірақ видеоны өшіріңдер. Міндетті түрде. Мынау не? Мектеп пе, цирк па? Бол кешірім сабағы ағай. Біз Айназға жасаған қателігімізді түсіндік. И после мы все у нее попросили прощения. Айназ күлді, соңғы жақсы болып кетті. Happy end. Балалар, біреуді ренжітіп, қайттан кешірім сұрау. Кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ал сендер оны креативпен жасағансыңдар. Бұл нағыз шынайы достықтың белгісі. Жұлдыздарым, бір-біріңе мейірімді болыңдар. Бүгін қателестіңдер, бірақ қателіктерін түзетіңдер. Жарайсыңдар. Мен сендермен мақтанамын. Бірақ бір нәрсені ешқашанда естен шығармаңыздар. TikToktан лайк жинаймыз деп, сенімдеріңізге кіршік түсірмеңіздер. Өйткені адам баласы кешіре алады, ұмыта алады. Бірақ сенімді қайтару ол ешқашанда мүмкін емес. Ал шынайы дос өзінің досын күлкіге қалдырмайды. Түсінікті ма? Айтпақшы Айназ, сенің түлкі образың ең шынайы кейіпкер болды. Рахмет ағай. Ендеше сабаққа кірісейік. Айтпақшы Диар, сен шықшы тақтаға. 3 ай бойы қалай ұйықтағаныңды айтып берші бізге. Дос табу оңай, сақтау қиын. Жауласу оңай, тоқтату қиын.